Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ерекше қатпарлы наннан сықырлақ, сочный самса жасап үйренетін боламыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап үйреніп, үй ішін қуантыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ол үшін бізге илектен өткізілген 500 грамм ұн, үстіне тұз шымшым, өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен және де үй температурасында тұрған сумен илейтін боламыз. Бар жоғы осы 3 ингредиентті жақсылап тұрып араластырамыз. Нанымыз жұмсақ болмауы керек, өте қатты да болмауы керек, орташа қылып илеп аласыздар. Ал мінекей нанымыз дайын. Нанымызды қараңыздар, өте қатты жұмсақ та емес және қап-қатты да емес, орташа қылып илейсіздер де осыны жарты сағатқа бетін жауып тындырып қоясыздар. Ал оған дейін салмасын дайындайық. 700 грамм фаршқа тұзымызды, бұрышымызды қосамыз. Үстінен 2 пиязды турап қосамыз. Үстінен су құямыз шамамен. Енді осының барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болған соң фаршты осылайынан жақсылап тұрып ұрғылайсыздар. Бұл бізге фаршты өте нәзік, жұп-жұмсақ қылуына көмектеседі. Жарты сағат өткен соң нанымызды алып, ұн сеуіп, үстіне қойып, тағы да бір иін қандырып илеп аламыз. Содан соң нанды тең ортасынан 2-ге бөліп, тағы да 1-2 рет басып жіберіп, осыны дөңгелек етіп жаямыз. Жұқа болғанша дейін жайып аласыздар. Ал мінекей нанымызды жақсылап тұрып жайып алдық. Қараңыздар, жұқалығы қандай жұп-жұқа болып шықты. Енді осының үстіне қолдың майын немесе маргаринді жақсылап тұрып ерітіп, құйып, тегіс етіп жағып аласыздар толығымен. Бірінші қабатын жағып болған соң, екіншісін үстіне төсеп, дәл солайынан сұйық майымызды ерітіп, құйып, тегіс етіп үстіне жағып шығамыз. Ал мінекей нанның бетіндегі майымыз қатты. Енді видеода көрсетілгендей осылайынан астынан бастап үстіне дейін толығымен айналдырып шығамыз. Мінекей айналдырып алған нанымызды ендігі кезекте екі жаққа қартай бұрамыз. Жақсылап бұрып алған соң бір дөңгелек етіп айналдырамыз.
Айналдырып алған нанымызды таза салафанға кигізіп, тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа қоя тұрамыз, қатқанша дейін. 1,5 сағат өткен соң нанымызды шығарып, кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен қандай размерде самса жасағыларыңыз келеді, соған байланысты бөліп аласыздар. Ал келесі кезекте нанымызды алып, дөңгелек етіп жайып, самса жасайтын боламыз. Сіздер 3 бұрышты самса немесе дөңгелек самса етіп, өз қалауларыңызша жайсаңыздар болады. Осылайша самсаның барлығын жасап болған соң, үстіне жұмыртқаның сарысын жақсылап тұрып жағып шығамыз. Үстіне қалауларыңызға қарай мак кунжут сепсеңіздер болады. Және де осыны 180 градуста 40-45 минут пісіріп аласыздар. Ал мінекей самсамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған тәтті әлем.